анасын жақсы көрем деп айтуға ұялатын балалар бар екен, хаттарды оқып отырсақ. Немесе анасынан баласы жақсы көрем деген сөзді аз еститін балалар бар екен. Бұл байқаудың мақсаты әсіресе жастардың, мектеп оқушыларының жазу қабілеті бар, бойында жазушылық, жалпы ақындық қасиеті бар балаларды тану. Анаға деген өздерінің хаттарын жүрегі жарқы шығармаларын шығарсын деп біраз ұсыныс жасаған еді. Біздер оны қоп көрдік, және міне Жаннатул Фирдауси қоғамдық қайырымдылық қорында оған келісіп, соныменен ортадан аудандық әкімшілікпенен бәріміз келісіп отырып, осы нәрсені бастаған едік. Алладан сізге ұзақ ғұмыр беруін сұрап, әлі талай жақсылықты бірге болатынымызға сенемін. Ең бақытты адам, анасы бар адам дейді ғой, мен бақыттымын. Жарқырап, жақсылығын нұр етіп шашатын аналарымыз аман. Ал парызын өтейтін бақытты балаларымыз сау болсын. Сізге деген алғысым шексіз ғой менің. Сізді аялап өтемін. Көңіліңізге қаяу түсірмеуге тырысамын. Біз анамызға дұға жасап, анамызға дұғамызды үзбей, Аллах Тағала қай жерде жүрсе де сол анамыз аман болып, bütün anamızın günahlarını kişirip anamızga Firdevsi cennetine nasip etsin. Aman benim 40 yaşında tuğan değil, erkek yazısın. Байқауымыздың жеңімпазына арнайы ұлттық Иманали атындағы орталық мешіттің ұжымынан алғыс хатпен сонымен қоса керемет ноутбук әдебиетімізге бағалы сыйлық.